Жамбылдық жастар елімізде алғаш рет өтетін Қазақстан жастар конгресі және Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастыратын жастар синергия форумына қатысады. IT саласын қолдауды мақсат еткен маңызды жиынға әзірге іріктеу жүргізіліп жатыр. Арна тілшісі шараға барып, болашақ IT мамандардың жобаларымен танысып қайтқан еді. Республикалық IT форумға қатысуға 16 жас өтініш берген. Барлығының тақырыптары сан алуан. Мәселен, Тараз мемлекеттік университетінің студенттері өңіріміздегі этностардың интерактивті картасын таныстырды. Бұл ресурстан әр ауданда қанша ұлт өкілдері бар екенін, ауданға дейінгі жол картасын көруге болады. Ал Жамбыл инновациялық колледжінің білімгерлері ақыл ой еңбек арқылы шет елден инвестиция тартудың бизнес үлгісін көрсетті. Қазірдің өзінде колледж студенттері ағылшындық компаниямен келісім шартқа тұрып, аутсорсинг тәсілімен қызмет көрсетеді. Хотели показать нашим тоже коллегам. Біз әріптестерімізге басқа оқу орнының студенттеріне өз нарығымызға ғана емес, кең көлемде басқа елге де баруға болатынын көрсеткіміз келеді. Қазіргі ел нарығы шағын ғана. Сол арқылы бәсекелестікті арттыра түсеміз. Біз жобамыз арқылы ешкімнен кем түспегенімізді дәлелдегіміз келеді. Жобалар инвесторлар тарту, онлайн қызмет көрсету, чат-боттармен жұмыс тәрізді 6 түрлі бағытта жасалған. Іріктеу кезеңінде комиссия мүшелері бағдарламаның маңыздылығына, қолайлығы мен өзектілігіне назар аударды. Қосымша жобаға қажет қаржы көлемі нақтыланып, қатысушыларға ескертпе кеңестерін де жеткізді. Көбінесе Жамбыл облысы, яғни туризм жағын дамыту және сондай IT направление бойынша сайттар, приложениялар ойластыруда. Сол направление бойынша олар бүгін өздерінің ұсынатын болды. Жобаға дайындық кезеңінде арнайы онлайн сабақтар ұйымдастырылып, менторлар кеңес беріп отырды. Бұл іріктеуден өткен жобалар республикалық кезеңге шығады. Ел бойынша тек 80 жоба іріктелініп алынып, алғаш рет өтетін жастар синергия форумына қатысады. Ақсәуле Әбітай, Леспек Әбжапар, Жетжет Ньюс.